Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен оливье салат рецептісін ұсынғым келеді. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Бірінші жұмыртқаны кубик қылып тураймыз. Одан кейін тұздалған қиярды кубик қылып тураймыз. Сәбізді де дәл солай кубиктерге ұсақтап тураймыз. Ал енді картопты алып, кішкентай кубиктерге бөліп тураймыз. Енді ыдысымызға алдын ала туралған шұжығымызды саламыз. Енді салатқа жасыл бұршағымызды салып шығамыз. Бұл жасыл бұршақ дегеніміз горох деген сөзіміз. Енді дәміне қарай тұзымызды сеуіп шығамыз. Сосын барып үстіне майонез саламыз 6 қасықтай. Сосын барып жақсылап тұрып араластырып шығамыз. Мендегі салаттың порциясы 5 порция тарелкаға арналған. Міне достар, бізде оливье салат дайын болды. Дәмі өте керемет болып шыққан. Отбасымызбен бірге сүйсініп жейтін салаттардың бірі. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Келесі жүздескенше астарыңыз дәмді болсын.